Баршаға ассалаумағалейкум. Құдай қаласа бүгін күн тамаша болып тұр. Бұл видеода біз биогумусты қалай илейміз, қалай електен өткіземіз, соны айтатын боламыз. Бұл видеоны аз көлемде биогумус өндіріп жатқан кісілер үшін. Жаңағы қол илекпен биогумус илеу. Егер сізде биогумус өте көп болатын болса, жаңағыда айналып тұратын аппарат бар ғой, жаңағы. Сонымен илеген дұрыс, сонда өнімділігі тез болады. Біздің жағдайда осындай кішігірім елек жасап алдым. Жеңіл желпі. Гипсокартон профилінен. Екі жамбасы мына жеттері ағаш. Ішіндегі сетка 4-те 4. Қазір қалай илейтігін көрсететін боламын. Қол илеп атқанымды көрініп отыр ма? Иә. Осылай жасаймыз. Енді осы әдіспен бізде бар азын-аулақ биогумусты илеп алсақ болады. Жаңа көп шығын шығармай, осындай сетка жасап алып елек. Осындай сапалы биогумус илеп алдым. Құдай қаласа көктем келе жатыр, осыны шаруашылықта қолданамыз. Баршаға күн сәтті өтсін. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарияға өз ойларыңыз жазыңыздар, арнамызға подписка жасаңыздар. Сау саламат болыңыздар.